Мінекей бізде ежелгі бренді бар Rubicon деген компания. Естуімше мына қожайындар шетелдік. Қараңыздар, түкірген қазақтың тіліне. Байханов енді осындайлар тайрандатып қойды ғой. Таллинский, сервелат, конс из конины, мінекей, брестский, анауский, мнауский, бәрі тек қана Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде. Сметана. Мынау молоко, Малком фирмасы, сыр плавленый, брынза. Тек қана Ресей Федерациясының мемлекеттік тілінде. Так, бергеніңізші? Так, мыналарды қожайынға мен қазір түсіріп жатырмын, бірақ та видеоны қоймаймын. Қожайындарыңызға айтыңыз, келесі аптада мынау қазақша болмаса, мен бүкіл республикаға қоямын, жақсы ма? Мынау барлық қазақша болу керек, анау да барлық қазақша болу керек. Охо, мінекей қараңыздар, Байханов, Иман Заипов осындайыпты қойыпты. Мінекей қараңыздар, я не понимаю на казахском языке. Онда мен қазір қоям, мынау дискриминация болып жатыр. Не мне? Что, вам что-то подать или что? Қазақша айтыңыз, қазақша понимаете етуіңіз керек. Сіз қазақша қызмет көрсетуіңіз керек, заң бойынша. Мінекей қараңыздар, қандай игнор, қандай мемлекеттік тілді таптаушылық, мына жаңағы компаниялардың атынан да. Мінекей мына қыз, мен оны ескерту жасап, келесі аптада қояйын деген, не понимаю деп, мінекей өзінен көрсін енді, қазір кетеді мынау.